Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге бургерге арналған жұп-жұмсақ булочки дайындап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен табаға жылы сүтімізді құямыз. Жылы су, тұз, қант, ашытқы және соңынан бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Онды електен өткізіп қосып, жұмсақ қамыр болғанша илеп аламыз. Бетін жауып, шамамен 1-1,5 сағатқа жылы жерге қалдырамыз. Менде қамыр өте жақсы көтерілді. Енді осы қамырды таразының көмегімен 90 граммнан бөліп аламыз. Немесе көз мөлшерімен бөлсеңіздер де болады. Видеодағыдай дөңгелектеп, листқа жайғастырып, шамамен 15 минутқа тағыда бетін жауып қалдырамыз. 15 минуттан кейін осылай бетін бір-бір басып шығамыз да, бетіне жұмыртқаның сарысымен 1 ас қасық сүтті араластырып, жағып шығамыз. Бетіне күнжіт сеуіп, шамамен 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Міне біздің бургерге арналған булочкаларымыз дайын, жұп-жұмсақ, нәзік болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Балзия ас болсын.